Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер мен жас ізденушілер. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы Әл-Фараби атындағы бейімділік мектебінің 9-ш А сынып оқушысы Нұрлан Бинур Бағланқызымын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы күрделі гүлдер тұқымдасының шығу тегі, оның ішінде жусанның таралу аймағы және де оның маңыздылығы. Бұл ғылыми жобаны таңдау себебі бала кезімнен арманым дәрігер болу және де ауылға барған сайын әжемен есік алдында өсіп тұрған жусанның жай ғана шөп еместігін, оның емдік қасиеті бар екендігін туралы айтқан. Және де керек десеңіз, атақты Бейбарыс Сұлтанның өзі отанның жерін сағынғанда осы жусан шөбін иіскеу арқылы отанына деген сағынышын басқандығы туралы айтқан аңызы маған арқау болды. Жалпы осы өсімдіктердің жер шарында 500 миллионнан астам түрі кездеседі, және де өсімдікті жер шарының өкпесі деп бекер айтылмаған. Тіршілікті өсімдіксіз кездестіру, өсімдіксіз елестету мүмкін емес. Қазақстанның жер аумағы ұлан байтақ, осындай ұлан байтақ жердің табиғаты біркелкі емес. Соған байланысты әр зонаға өзінің өсімдіктері бар. Және де осы күрделі гүлдер тұқымдастары да бар. Және де осы өсімдіктерде ауаға оттегін шығарып отырады, және де ауадағы улы бактериялар мен улы газдарды көзін жойып отырады, және де ауадағы ауру тарататын улы бактериялардың көзін жою үшін арнайы ерекше заттар шығарып отырады. Осы күрделі гүлдер тұқымдасы негізі көп жылдық өсімдіктер болып келеді, кейде бір жылдық түрлерде кездеседі. Бұлардың Қазақстанда 700-ге жуық түрі өседі. Және де осы күрделі гүлдер тұқымдасының ішіндегі жусан шөбінде 1921-1922 жылдары Петрим Сергеевич осы дәрілердің Арыс өңірінде көптеп кездесетіндігін, және де олардан дәрменеден дәрі жасалып өзге шетелдерге жіберіліп отырғандығын туралы жазды. Және де осы дәрілерден дәрмене жусаны және дәрмене жусандан жасалған жағы айтты. Және де бұны 1930 жылы жазды. Осыдан кейін 2012 жылдан бастап Ерлан Сүлейменов бастаған жастардың осы жусандардан эфир майларын айыра бастағандығы туралы жазылды. Және де осыдан кейін мен өз тарапымнан зерттеу жұмысын жүргіздім. Бұл зерттеу жұмысында ашы жусан түріне зерттеу жұмысын жүргіздім. Бұл зерттеу жұмысын 2021 жылы шілде айында бастадым. Шілде айында бастаған себебім тамыз-қыркүйек айларында жусан гүлдеп, оның емдік қасиеті жойылады. Емдік қасиеті жойылғандықтан оның адам денсаулығына ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан кейін мен осы шілде айында бастадым. Шілде айында бастағанда мен ең алдымен оның шөптерін жинап алдым, жапырақтарын, оны турап, 2 жұмада кептіріп қойдым. Одан кейін оның үстіне этил спиртін қойып, 1 ай тұнба жасадым. Осылай менің зерттеу жұмысым жүргізілді. Осы көп күрделі гүлдер тұқымдасының осы табиғатта негізгі жер шарында 20 мыңнан астам түрі кездеседі. Оның 700-ге жуығы біздің Қазақстан өңірінде өседі. Күрделі гүлдер тұқымдасына жататын жусанның түрлері ермен жусан, дәрмене жусан, тақыр жусан, талшыл жусан, ақбас жусан және де бөрте жусан. Жалпы талшыл жусан дегеніміз ол улы болып келеді. Улы болғандықтан оның тамыры да жуан болып келеді. Оның адам денсаулығына ешқандай да пайдасы жоқ. Тақыр жусан, оның қазіргі заманымыздағы талабы және де заманымыздағы ең кең танымал аурулардың бірі, ол ісік ауруы. Ісік ауруына қарсы осы тақыр жусаннан бізде дәрі жасалған. Оны англобин деп атайды. Бұл дәрінің авторы Серғазы Әдекенов. Бұл дәрі негізі шетелдердегі көп жіберіліп отырады. Англия, Швейцария, Америка деген елдер бұл дәріні көп сатып алады. Және де қазір фабрикада бұның 175-тен астам құтысы бар. Бұл дәрі бүйректе енді пайда болып келе жатқан ісіктердің алдын алып, сол ісіктерге қарсы күреседі. Ермен жусан даладағы, немесе далада шөлейтті жерлерде, немесе үйдің алдында арам шөп болып өсетін жусанның бір түрі. Бұның емдік қасиеті адамның немесе аппетитті ашады. Ал ақбас жусан дегеніміз, оның негізгі ақбас жусанның негізгі пайдалығы адамға деген оның жатырда, мұрнынан, тағы да ішек жолдарынан қан кетсе, соған байланысты оны қолданады. Және де тағы басқа қара жусан мен бөрте жусан оны негізі мал шаруашылығында пайдаланады. Осыны қорытындылай келе, мен сіздерге жусанның таралу аймағы, оның маңыздылығы және адам денсаулығына пайдалығы туралы айта кеттім. Және өз тарапынан зерттеу жұмысын жүргізіп, осы жайлы сіздерге түсіндіріп бердім. Және де осыдан басқа біз өз анамыздың перзенті болғандықтан табиғат анамыз да перзентіміз. Және де өз анамызды аялап күткендей табиғат ананы да аялап күтуіміз керек. Қазіргі заман талабында, қазір бізде экология ластанғандықтан адам денсаулығы да ластанып, адам денсаулығына залал келіп жатыр. Соған байланысты бізде осы өсімдіктерді пайдалана білуіміз керек. Себебі кермен жусан адамның денсаулығына пайдалы, нерв талшықтарын тыныштандырады. Және де халық медицинасында оны сар ауруға, шешен ауруына және де маскүнемдікті емдеуге күші жетеді. Осыларды осы өсімдіктерді пайдаланып қана қоймай, олардың орнын толтырып, жүйелеп, жаңарту ол қазіргі заман талабы болып табылады. Назарларыңызға рахмет.